Алдында 57 жылы там соққанбыз. Осы әкем арқадан келіп, ауылдың мына аяғынан киіз үй тігіп, бие байлап, содан келіп, Arkadan жаздың арқадан келген ой таласқа құлады күзде. жазда арқаға кете ме? Иә. Сол жылы арқаға бармай қалды да, жаңағы там салам деп сиырдан босанды уақытынша. Сөйтті де жаңағы там соқтық қой 57 жылы. Мен тасимын, ол кісі жаңағы көліктеп кірпішті беріп отырады. Сонымен не керек, асарлатық, сол жылы бітірдік әйтеуір 5 бөліп алып. Сонан кейін сен қатын алсаң келешекте осы мынаның бір жағы сенікі болады деп жаңа әкем неғып қойған. Сол баяғы қолдап қойғанбыз, там дайын. Келдік те сол тамға кірдік. Кіргеннен кейін ол кезде жаңағы еден бар, басқа бала жоқ. Совхозға келіп, совхоз қайтадан баяғы машинемді берді. Әрмеден келгендегі машинемді, құдықты машинесін. Мынаны қайтып айдап өзім. Мынау бұрын айдап жүрген адам трактор бригадиріне болып кететін болды. Сен осыны айда деді. Сонымен айдап, машинеге жаңа кабина берді. Айдап жүрді біраз. Онан соны айдап жүргенде 66 жылы Секен туды 27 жиын күні. Сонан кейін Секен 1 жасқа толғанда әкем сиырды етін 67 жылы осы машинемен енді сен арқаға барасың, Сарыарқаға барасың деді. 2 атар жылқы, 3 атар сиыр барады. Соны сопровождать етіп барасың. Сояқта мына пермемен күзге дейін боласың деді. Сонымен бар киімді запас алып, сонымен 22 күн дегенде малмен бірге көшіп арқаға бардық қой. Бардым ғой. Арқаға барған қайға бар? Қай жеріне барасың? Арқаға барғанда Қарағанды облысының ол кезде Жезқазған еді. Соның Қаражал дейтін қаласы бар. Қаражалдан бері 80 шақырым жерде Моңлы Қулы дейтін 2 тау бар. Соның жанында бір геологтардың поселкісі бар. Сол геологтың поселкісі бар. Сол Ленинградтан обеспечение жасайды. Уран шығады, ар жағынан 25 километр жерден. Ол уранды Қарабатаға жібереді, жаңағы Қаражалға апарып пойызға сап, сөйтіп. Сонымен сол жерде сол 67 жылда барғанымызда сол жаңадан тамдар соғылып, өңкей заключениялар істейді екен, сол істеп атқан екен. Содан бір күні не дейсің? Рация бар, рациямен хабар келді. Ауылға мынау машина керек болып жатыр. Енді малдар жайғасты, қайтсын, фермасымен екеуі. Содан жалғыз-ақ машина 600 километр. Оның үстінде жаңа ұшқанғыш жүгірген аң жоқ қой, пустыня шейін, бетбақтың даласы. 60-70 километрде бір құдық бар. Сонымен не керек? Қаражалға барып, жаңағы машинаның анау-мынауын көрсетіп, запас баллонымыз бар, оны жаңағы клейлетіп, ауқатымызды алып, бір пілақ қымыз алып, медициналы баптал алып шықтық, иә құдайдап, кешке қарай. Жаңағы кісі бұрын өлгерді 50 жылдан бастап сол арқаға аттан барып жүрген кісі, жолды біледі. Сол кісіге сенім күн жауапты, кешке жақын шықтық. Айда бия алла деп ұрып келатырмыз. Бір жерге келгенде бір жер қазып атқан бужниктерге келдік. Направлениеміз айтып, мынау шуға қарай дұрыс па дедік, дұрыс деді. Содан шығып кішкене бірақ ұйықтап, кішкене ауқат шығып, таңға жоқ қайта жүрдік. Содан кешке дейін ұрдық. Бір уақытта бір баллонымыз жарылды, арылды. Содан не аламыз? Құдай сақтай көрдік, жаңағы запас баллонымыз салып, басқа еш нәрсе жоқ.
Sodan күн батарда Жайлаукөлгө келдик. Жайлаукөлдө бұрын біздің ауылда зоотехник болған кісі бар еді. Жайлаукөлдөгүн Сарсуга бар. Иә, сот шудың бойында ғой. Иә, сол таныс біздің ауылдан кеткен, сол совхозда экономист болып істейді екен. Соның үйіне келіп, шай ішіп, жанды шақырып, асфальт жоқ ол кезде қой енді. Түнгі салқынменен елге жетіп алайық. Одан бері қарай 200 километр құммен, тек құмның ішімен жүріп отырасың. Содан кешке қарай шығып, түнгі сағат 4-те өзіміздің Жуантөбе деген жерге келдік қой. Сиыр ферма бар екен, сол жерде сөйтсек. Сиыр фермаға келіп, жатып, демалып, азанғы сағат 8-де ауылға келдік қой. Ауылға келіп, содан бала 1 жастан асып қалған Секен. Соған енді мынау бала жасы есі қой сендерге. Мынау Секен сендерде болсын деп, Секенді жаңа әкем апарып бердім ғой. Кішкентай кезінде? Иә, 1,5 жасарында. Енді Секенді сол кісі сол 7 жасына дейін тәрбиеледі ғой. Содан не керек? Ауылда қайтып жұмысымды істей бердім. Баяғы жұмыс, құдықпен жұмысына. Содан жазда ол машинені өткізімді басқа не бұлай комбайнға шығасын деді. Комбайнға шығасын, комбайн айдайсын деп, жеп жаңа комбайн берді. Мақұл, өмірімде комбайн айдамағым жоқ. Сөйтіп комбайн айдайым деп, енді дайындалып отқан уақытта қарақұрт шақты. Ертең поляға шығарым деп отқандар. Қарақұрт шағып, сонымен... Ауылда ма? Ауылда үйде. Алдында 2 жыл болған 60-шы жылы партияға өткен едім. Сол совхоздың үлкен партия жиналысы болып, сол партия жиналысына түнде келдім. Үйге жатсам, бір уақытта түс көріп жатыр екен. Осы өкпем қысылып баратыр екен. Светті жағып жіберсек, стенада бір қара бір бәле жорғалап баратыр екен. Дереу қарағырат екен. Жаңа партизандардың үйінде ме? Иә, соның жанында отырғанда ғой мынау енді бөлек. Содан не қыламыз? Жаңа дереу шүберіп көріп алды да, көкемдер далада тапшада жататын. Дереу көкемді ұятып, ойбай осындай болды. Үрістіріп жанын шығарып баратыр. Сон көкемнің тек қомышы барады, орыс скриппен дейтін. Дереу барды, соның үйден барып орталықтан үй қоятып, мәшинесін алып кеп, түн ішінде доғдырға алып барды. Доғдырға алып барып еді, доғдырдың жаңағы салған уколы жүрмей қойды артқа қарай. Сонымен бір шал бар, сол оқиды. Ол шалға барсақ, ұйқысын қимады ма түнде, ерінді ме? Сол ауылда ма? Иә, ауылда. Тісім кетік, ыстырғым жетпейді, қайрамайым деді. Ол кісі шықпады. Соның кейін жаңағы шофер 54-ші жылы Қытайдан келген адам еді. Бір 3 орыс Қытайдан келген еді біздің ауылға. Қазақша сол айтты, мен баяғыда Қытайдың армиясында жүргенде осындай шағып, сол неден қайтқан, спирттен қайтқан. Қасында Апталақы бар, Есенбек дейтін, қазір марқұм болып кетті. Содан барып 3 бөтелк арақ алдық. Московскийдің кезі 3 бөтелк арақты алып кеп, жаңағы пиялайман ішем, тура су сықылды. Пиялайман ішем, су сықылды. Санау жанымда сен серіп көп кішкене біріне ұртып ой, ертең мен жұмысқа барам ғой. Сон жаңағы 3 бөтелк арақ таусылды, әлі әсер етпейді. Дәл үйіміздің қасында тағы бір Апталақ бар, Аман дейтін жігіт. Сон түн ішінде барып ұяттық та терезесіне барып бір бөтелк арақ әкелдік. Соның жартысын ішкен уақытта ес-түсімді білмеймін. Білмеймін, ес-түсім білмеймін. Бір уақытта қарасам, бір бензовозбен мені алып кетіп баратыр. Көзімді ашсам. Зәр жүрмейді. Қаяқа? Ақкөлге апаратырмыз, ауданды больницаға. Ой, бармаймын керек. Содан қайтып, енді ана шофырда барғысы келіп келетін жоқ. Содан қайтып айдалып больницаға келдік.
Zalatка дейтін орыс еді. Ben sağa gelsem jigitler tur ekan сол жерде. Iya. Bir ekеуі шығарып қолдықтап ары бері жүрбеді. Әйтеуір бір уақытта Құдай жақсылық жасап зәрім жүрді. О, жақсы болды, зәр жүрді деп. Енді болды қайтты деп. Содан үйге келді. Жаздың күні көлеңкеге төсек сап қойып, жаңа ауылда бір Бәлкен дейтін шал бар еді. Осындай қарағыр тоқитын. Соны шақырып кеп, сол кісі азаннан кешке дейін оқыды ғой. Пышақпанан оқып жаңағы қолдарыңызда қарақұртты еліп қойды ғой ана үйге. Соны жаңағы пышақпаны оқып, мынаяғының бәрі кішкене денем жақсы болып, бәрі жақсы болып жасап, тура мына тобығыма келгенде екі тобығым қақсайды. Сонан кейін айтты. Пышақ қай жерден шыққан екен? Тура осыдан шыққан ғой. Емшектің тұсынан ба? Емшектің тұсынан. Содан енді бұдан ары қарай болмайды. Қанша оқысаң да болмайды, ол әсте өзі кетеді жайлап. Соны мұны ол кісі кетіп қалды. Бір сойыс бердім енді еңбегімді. Содан жаңағы төсекте жатам, аяғым қақсайды. Жай енем бар марқұм. Аяғымды уқалайды отырады. Содан не керек, бір 10 шақты күнде аяғыма басып жүрдім ғой.